Нысанбай жырау, Кенесары Наурызбай жыры. Кешегі өткен кенекең дүрі жауһар данасы, үйсіздерге үй болған беу атанның қанасы, шаршағанға ат болып шөлдегенге су болған дарияның аққан саласы. Ата тегін сұрасаң, хан Абылай баласы. Кенесары Наурызбай атағы шықты аңқылдап, жау дүркітіп қашырды ақ алмастай жалтылдап. Зәресін алды дұшпанның найзақ айдай шартылдап. Жаңбыр жауса аспаннан, қара бұлт торлаған, жаңбыр жауса үстіне жан баласын қорғаған. Бұршақ жауса басына өзінің басын қорғаған. Үш қазақтың баласы хан кенені сыйлаған. Арқада тұрған жерінде топ жарған атты ұрлатқан. Топ жарғаннан айрылып, науан төре сорлаған. Кенесары Наурызбай адамнан қорқар ермеді. Қанасынан аспаса, мықтылық қылар жермеді. Елші салып сұратты, топ жарғанды бермеді. Қырғыздан көңілі қалған соң, Кенесары Наурызбай дулатқа қарай өрледі. Қоқаннан ауған көп дулат кененің болды көмегі. Қызмет етті Бұғыбай Кенесары бегіне. Баса қонды хан кене Қоқидың шалқар көліне. Баса қонған кененің базынасын көтермей, Қырғыздың ханы Қалша хан жар салады еліне. Көзіме көріп бұл кезде Нысанбай еді жырлаған, ақылы дария кенекең хан еді мойны сынбаған. Ерегісіп қырғызға хан ойынды шыңдаған. Тас талқан қып бұздырды, қанайдың тамын сырлаған. Күмісті садақ алтын оқ, кенекем жауға жолықты, ақ білегін сыбанған. Қырғыздан ыза көрген соң, көңіліне азар берген соң, Қырғызды таудан асырып, құм белден барып жай алмақ. Кененің болды арманы. Күзді күні болғанда Қалшаны ұстап байлады. Хан болып халқын меңгерген, азды көпті теңгерген. Қалшаға қырғыз баласы жалынып қана күн көрген. Салтанатты ханының сатуына қырғыздар 9 түйе арттырып, отаулатып қыз берген. Қисайған жаға түзелген, кененің ісі жөнделген. Сол уақытта Құдайым кенекеме бақ берген, Қоқаннан ауған көп дулат қарағаштай ел келген. 12 мыңдай кісі боп, бір күні қаптап ел шапты, ақыл-айла өнермен Кенесары Наурызбай атадан асты дегенмен. Абылай аспас асудан асамын деп өрледі. Оңайлықпен қазаққа асуды қырғыз бермеді. Тұс-тұсынан құралып, қырғыздың қолы кернеді. 5-ге дейін атсып, қазақтың әлі келмеді. Қара балта соққылық аңғарынан шаң асты. Қырғыз қазақ екі жар жалғыз жолға таласты. Асудан әрі аса алмай, қырғыздың көңілін баса алмай, ерлер сонда бір састы. Үйінде еркек қалдырмай, қырғызда шыққан айдатып, қыл құйрық қып бәрінде қару жарақ сайлатып. Қызықсын деп асуға, қазына төкті жайнатып, жалғыз жолға су төкті, қар ерітіп қайнатып. Келсең кел деп ақырып, сарала туын жайратып, қырғыздар жүрді жөңкіліп, төс кейде атын ойнатып. Кенесары Наурызбай қырғыздың ісін кектеді. Абылай аспас асудан асамын деп өрледі. Асуын тастап көп қырғыз бас қамын қылып кетпеді. Ойдан атқан зеңбірек тау басына жетпеді. Бұрын беті қайтпаған бұқорлыққа күйеді. Қаһарланып хан кене жад етті жаппар иені. Ашуланып сол жерде алдырды 2 түйені. Шөгеріп салып түйеге зеңбірегін сүйеді. Тұрғызып қойып атса да, сонда да тауға тимеді. Батырдан алған басшысы шапырашты Бұғыбай. Бұғыбай басшы қайда деп шақырып алды Наурызбай. Сонда науан сөйледі. Ай, Бұғыбай, Бұғыбай. Қорлық болды болғалай. Жол таба алмай қамалдық, амал тапшы бұғанай. Бұғыбай сонда сөйледі. Қия тастың бетінде жалғыз аяқ жамбас жол. Шалбеді көзіміз, жаңылмасам табармын. Тәуекел етіп жүріңіз. Бұғыбай мұны айтқан соң, сонда тұрып Наурызбай алдына келді кененің. Бұғыбай айтты бір сөзді. Рұқсат етсең
кенекем, барайын соған деп едім. Ертіп келгем қасымда Бұғыбай басшы ер еді. Бұзайын барып қамалды. Кенеке жарлық бер деді. 30 жігіт сайланып қасыма менің ер деді. Тау басына шыққан соң өнерімді көр деді. Мақұл, деді хан кене Наурызбайдың сөзіне. Сол уақытта науанның жан көрінбес көзіне. Інісі тілек қылған соң береді рұқсат өзіне. Қайтармады меселін ұмтылып тұрған кезіне. Наурызбай кетті бөлініп, тау басына барғалы, қамал соққан қырғыздың қамалын бұзып алғалы. Кенесары бастығы етекте тұрып қалғаны. Талып қалып ұрынды, тыңнан бір жол салғалы. Өлім намыс емес пе, қосқа қайтып барғаны. Сонда тұрып хан кене көбін жиып сөйлейді. Қол көрінбес шаң болды Алатаудың арасы. Қарағаштай көп қазақ бұл сапар болды қарашы. Ойда қоқан, қырда орыс, хәкім болды қаласы. Кімнен таяқ жегендей біздің қазақ баласы. Алдырып жүрген дұшпанға өз-өзінің аласы. Сол уақытта қарасақ, тау басынан шу шықты, қаптаған қара тұмандай мұнарланып бу шықты. Бу десек мылтық түтіні, қолында жасыл ту шықты. 30 көкжал бөрмен Наурызбай төре сол шықты. Екі жақтың батыры дем ала алмай тұншықты. Жеткен екен қамалға, Наурызбай атты сұр берен, ор қояндай бұлтиған, көк дөнен ат астында, қамзол ішік құнтиған, ақ орамал басында. Жанған өрттей бұрқылдап, жаудың барды қасына. Сол уақытта Наурызбай 20 жасында. Наурызбай шықты қамалдан, найзасы қанға боялып. Не жаны қалсын кененің, Наурызбайдан аянып. Кенекең жауға барған соң, артындағы көп қазақ несіне қалсын аянып. Бұл сапарда Наурызбай жар етті жаппар есін, қамалын бұзды қырғыздың, соғыстың тауып жүйесін. Алып шықты 300 деп айғыры мен биесін, атан демей нар демей 160-тай түйесін. Бөліп берді бәріне сыбағалы тиесін. Ханға барды Наурызбай, Ержан жауға барыпты, кеше мінген бәйгі көк бүгін мойны талыпты. Қапаланып ініңіз бармағын тістеп налыпты. Кенеке айтпай қайтейін, ініңіз қолды болыпты. Пенде болып қырғызға Ержанның көңілі шөкпесін, Ержан тұтқын болды деп қырғызға дыбыс кетпесін. Бізді жоқтап ержекем көзінің жасын төкпесін. Тұтқынында дұшпанның бейнет азап шекпесін. Аттансын деп батырлар шашалық жарлық хабарды. Енді мұнда тақсырхан тұрмағымыз арамды. Кенехан жауап беріңіз, 200 кісі алайын, көп кешікпей тезірек. Ержанды іздеп барайын. Асуына шығармай, айырып алып қалайын. Кенехан жауап бермеді. Наурызбай билеп келген соң, келіспейістей көрінді. Жөңкіліп жүрген қырғыздың Наурызбай үстін қаптады. 8 мерген бір жерде білте шертіп жатқаны. Жалғыз барған төрені бәрі тегіс атқаны. Шарабар ма құданың бұл сапарда қаққаны. Мылтығын тастап, тас-тасқа қайта қашты мергені. Лап қоя шапты қырғызды, мергеннің атын бергелі. Жалғыз шауып Наурызбай араға түсіп кернеді. 3-еуін шаншып өлтірді, 5-еуі тірі өлмеді. 5 мергенді тірайдап ханға алып келгені, 8 мылтық өңгеріп тарту қылып бергені. Сол уақытта ақ ауыз жер тарпыды оянып, Наурызбай жүр үстінде қызыл қанға боялып. Қанына қырғыз қарайды, несіне тұрсын аянып. Наурызбайдың үстіне қалың келді таянып. Аллалап жүрген қырғыздың желі тұрды оңынан, ай мүйізді қошқардың бөрі тартты қоңынан. Мұрттай ұшты ақ ауыз бір мылтықтың оғынан, Наурызбайға лап қойды қалың қырғыз шоғынан. Қырсықтың басы емес пе, төреден қазақ адасты, қырғыз қазақ екідай Наурызбайға таласты. Қияда жүрген Бұхарбай атына қамшы бір басты, үзеңгісін шығарып Наурызбайға жанасты. Бұхарбайдың алдына Наурызбай кетті мінгесіп, құтылуға қырғыздың қаша берді шөдесіп. Бұл екеуін тұтпаққа қырғыздар шапты ілесіп, қазақтан адам аз болды соғысатын тіресіп. Бұл екеуін қорғауға Ағыбай сыртын айналды, шама келсе тіресіп, алдырмасқа ойланды. Бұхарбай мен Наурызбай салар еді ойранды.
мінгесуі бір атқа бұлардың қолы байланды. Сол уақытта қырғыздар басын жетіп өрледі. Жалғыз өзі Ағыбай қорғауға әлі келмеді. Алдыңғы жеткен қырғызбен араға түсіп кернеді. Қолындағы жарағын оңды-солды сермеді. Атасы заңғар Абылай тілекті берген бір құдай Бұхарбай мен Науанға. Ұмытылды қырғыз Жабылай. Шәкірде жетті сол кезде Қабан менен Меңдібай. Кертайлақ атты жеткізді Жәуке менен Толыбай. Кертайлақ қолға тиген соң мініп алды Наурызбай. 8 кісі бас қосып су бойында ұрысты. Тоқтата алмай көп жауды үстіртке ойнап шығысты. Кезек жұмсап келеді найза менен қылышты. Қалың жеткен қырғыздан ала алмады тынысты. Сыйнады батырлар, аузы кетпей тілектен, шұбырт бала Ағыбай талайды шанышты жүректен. Адасы батып шәкірдің мылтығы тиді білектен. Ит чілесіп, сілкісіп, әрең шықты түбектен. Бұл сапарда құдайым ерлердің жолын оңдады. Кертайлақты мінсе де ақауыз аттай болмады. Астындағы атына төренің көңілі толмады. Сонда да Тәңірі жар болып, тұтылып жауда қалмады. Құтылып келіп Наурызбай ханның түсті қасына. Қамығып Науан сөйлейді. Ей, қырық жігіт қуатым, 2 жыл шөлге қамадың, қырғыздың бермей суатын. 40 жігітім сендерең, тауды бұзып жол қылып, тасты талқан қылатын. Қырғызды таудан асырып, құм белден жай алғанша, шыбын жанды аманат жаратқан хаққа бергенім. Арқадан ауып көшкенде, қызыл су ақсау жайлау қып, құм белден қыстау алмаққа осы меспеді келгенім. Алла оңдаса жігіттер, мақсатты жерге жетеміз. Босатпай белді шерлерміз, арқадан ауып біз көштік, рақым көрмей орыстан. Дәм айдап келді бұл жерге ауысқан соң қоныстан. Сол уақытта ер Науан Нысанбайға толғанып, айтуға бір сөз ойлаған. Қашаннан бері жан жолдас бұлбұлы еді сайраған. Ей Нысанбай, құлақ сал, қобызыңды қолың ал. Қадірін білген ерлерге лебізің еді шекер бал. Көңілден шықсын қапамыз, түрлендіріп күйге сал. Бісміллә деп қолына Нысанбай қобыз алғаны. Япырым деп баяулап ән қосып айғай салғаны. 15 жастан Науанға ілінген еді қармағы. Өлеңші болып сөз толғап, бал ашып сәуе көтеріп, балын ашып қараса, ақсын қарқұс ілінген құсбегінің торына. Арғымақ ат жығылған қаланың қазған орнына. Ерсінген жігіт кез болған, 12 жерден ту алған әскердің сонша молына. Анықтап болжап қараса, ілінген сынды сұңқарлар егескен жаудың қолына. Қайтарын боқтың білген соң, ойымен болжай көрген соң, шешен туған Нысанбай өзінің басын амандап, қашуға қанат қомданған. Бәрі де жау боп көрінді. Алатаудың тастары. Елден бұрын Нысанбай жоқ сұмдықты бастады. Бастағанның белгісі қобызы қалды байлаулы қосшысының жанында. Үш қазақта ұлы жүз Дулат деген ел екен. Ол Дулаттың ішінде Рүстем менен Сыпатай, о да бір бастық ер екен. Қырғызбенен бұрыннан қарым-қатынас арасы таныс болған жер екен. Сөйтсе дағы Рүстем бай ұзақтан ұялып, Наурызбайдан сескеніп, қор сүлесі жүр екен. Қыстай мінген қазақ ат жалы кетіп арыпты, көмек қылған көп Дулат уәдесінен таныпты. Рүстем менен Сыпатай қырғызға хабар салыпты. Қырғыздар бүгін аттансын бір буын әскер шамалап. Қараңғы түннің ішінде асуға келген әскердің білмесін ешкім бағалап. Дабыл қақсын күңірентіп, көбейгендей балалап. Даяр боп бізде тұрайық, сыйынып хаққа тобалап. Қол қаштылап шабайық, келгенде әскер қамалап. Бейқам жатқан төрені қолыңа ұстап береміз, қылмаса құдай жаманат. Қолыңа тиді қырғыздың Рүстемнің жазған қағазы. Барғаннан соң қағазы қырғыздар шулап мақтанды. Алармыз деп төрені мақтанып бәрі шаттанды. Қараңғы түннің ішінде 700 кісі қол болып төрелерге аттанды. Қазақтан шыққан қарауыл дабыл қағып күңіренткен, естіді дауыс құлағы, анықтап болжап қараса, қырғыздың қолы секілді қоқиланған ұраны. Қарауылшылар естіп, қосына қайта шабады.
Көз ұйқыға барғанда қарауыл хабар салады. Дайын тұрған дулаттар мініп алған атына қол қаштылап барады. Бейғам жатқан көп әскер сасқалақтап қалады. Бет түзеген жөні жоқ, белгілеген жері жоқ, бет-бетімен асады. Қашты халық бетімен, қол қаштылап дулаттың өтірік амал лебімен. Тар қолтықтан оқ десе, ерлері қабақшытар ма, асыл жібек тозар ма, ажары кетіп жұқармай. Ердің көңілі тоқтар ма, тауы қайтып мұқалмай. Наурызбайдың соңынан 8 кісі бұл келді, табыннан қабан Бұқарбай 17 жігіт қасына келіп қосылды. Ағыбай, Дулат, Меңдібай. 36 кісі боп, оларда келді бір жақтан, Шәкір, Жәукет, Төлебай, үй артына жау келсе, тарылғаны заманның 16 жігіт қасында. Құрманы келді таманың. Еру болып 2 күн, санағанда Наурызбай, 222 адам болды шамасы. Наурызбай сонда сөйлейді. Кел, жігіттер, құлақ сал, біздің жайдан хабар ал. Басыма үлкен іс түсіп, бастан ауыр күш түсіп, кең дүнием болды тар. Қанатым сынды майрылып, кенекемнен айрылып, бір көруге болдым зар. Белсеніп жауға кіретін, өзіммен бірге жүретін, кенеден хабар білетін, талапты жігіт қайда бар? Қысылшаң жерде табатын, от болып жайнап жанатын, кенені қолға алатын, қайсысыңда айла бар? Тілімді алсаң жігіттер, Қырғызға таман жетейік, ноқталы басқа бір өлім қазамыз жетсе өлейік, қараңғы кешті бетке алып, бір шетінен енейік, аулаңдаса жігіттер, кенені алып келейік. Ала алмасқа күш келіп, тым болмаса жігіттер, артық туған кененің дидарын барып көрейік. Сөзімді тыңда халайық, іріктеп жігіт алайық, ат маңдайын түзетіп Алатауға салайық. Қоқиланған Қырғыздан кенені тартып алайық. Наурызбай қашып кетті деп аталғанша жігіттер көрсетіп қара тұрайық. Өзінің басын амандап, жолдасын тастау жігітке бола мекен лайық. Сол арада ойлап, қазақтар қалды кеңеске. Кеңескенде не десті, бір ілгері, бірі кейін, сөздері қалды егеске. Қашаннан бері алауыз, белгілі қазақ емес пе? Қазақ болып кеңесіп, ұйғарған мынау сөздері. Ханға нөкер болып ек, төренің еріп соңынан. Пайда көрдік кененің, ақылының молынан. Шыққанша кене талай бар, Қырғыздың босап қолынан. Бұл жерден қазақ кетейік, ендігі жерде жан сауға елге таман жетейік. Ер жігітке сол пайда, бас аманда қос тапқан, қалармыз бүгін секейіп. Атына мінді Ернауан, қазақтан сөзге жарымай, көпке қарап сөйлейді, қаламдай қасы қиылып, басыма бағым барында, 3 қазаққа басшы боп. Тілеуін елдің тіледім, ел қылам деп қазақты, сүйрегеннің біредім, алауызды қазақтың опасызын білмедім. Басымнан бағым тайған соң, жемек түгіл ел қамын әуре болып жетедім. Қырғыздан қашып құтылып, жалғыз қалып жұтынып, арқаны барып көргенше ел көзіне көрінбей, жақсы емес пе өлгенім? Лаж білген азамат, қара болып ергенің. Ермегенің жата бер, қош айтысып жөнелдім. Алдарты осы көргенім. Жүріп кетті Ернауан, көптен көмек көре алмай, әр топтан шыққан 8 көз майын жеген төренің, оларда қалды ер алмай. Төре аттанып кеткен соң, бытырап кетті қалған жұрт, бақсының тозған жынындай. Жетіп келсе Наурызбай, Ержан менен кенені, қолына алып Қырғыздың ұнау екен кеңесі. Қолына түскен әскердің, Наурызбай кетті құтылып, амалы көп қу төре, қолдан кетті сытылып. Бұл кенені өлтірсек, қасына ауыр қол алып, бір күні келер жұтынып. Ашулы болып ол залым, жан ұрғандай құтырып. Алатауда дулаттар, қатын менен баланы, жесір қылып шулатар. Мәулелеген бәйтерек, шөлмектей қылып құратар. Қуанбайық бұл күнде, тайды деп төре табаны. Қол жиып келер бір күні, төренің көбет амалы. Азаматтар тіл алсаң, жіберейік төрені, жақсы ғой бастың аманы. Сонда шықты Наурызбай, Алатаудың басына. Сөз аяғы басылмай, Қырғыздың келді қасына.
Ажалдың оғы жігітке балдан тәтті болады деген мақал осыда. Тізесі батқан сорлының Наурызбай танитын қырғыздар тұрды шошына. Төрені қырғыз тойлады, тойлайын деп ойлады. Өзгелген төренің қолын бекем байлады. Оны көріп кененің зығырданы қайнады. Әттең-ай бармағын кесе шайнады. Ажал оқ тиіп сөгілді ақ сауыттың көбесі. Төрені ұстап қырғыздың көкке тиді төбесі. Ала алмаған соғысып босқа келді төресі. Ержан менен Наурызбай қосыла түсті кенесі. Дүниесі өмірмен басқа тиді ауыр кеп, кенені алды әуелі Қалша ханның ағасы. Үлкейіп қалған кісекен 60-қа келген шамасы. Қалша ханды ұстатқан құны керің осы деп, ханның басын хан алады, тап өзіңнің тұсы деп. Кенені алып жөнелді, сақау қырғыз төреден, кезегін алып жөнелді. Бұрын осал болса да, өзі келген төрені ол жаға салып кенелді. Алатұғын екінші Ержанның келді кезегі. Өткен майдан кезінде Қарала атты бір қырғыз майданға келіп еніп еді. Ер бедердің соңынан жекпе-жек деп келіп еді. Кекіліктің тауында Наурызбайдан өліп еді. Ініңнің мынау құны деп, Есқожаның баласы Жаңғараш биге береді. Не десе де қырғыздың айтқанына көнеді. Басында бағының барында Ержан сынды құрыш болады, қай ерлерден кемеді. Басынан бақтайған соң, бұйдалаған тайлақтай қырғызға еріп жөнелді. Баяғы шешен Кәрібоз, ер қанайдың баласы, Шонай еді туысқан. Кәрібоздың ағасы, бедер өліп науаннан, Кәрібоздың сол күнде көңілінде бар ет жарасы. Ініңнің мынау құны деп, сатсаң толар пұлы деп, науанды берді қолына. Шарықтап жүрген сұңқарлар ілінді жаудың торына. Жұлдыздың көркі бола ма, ішінде бір ай болмаса, Қарашада не күй бар, Айбынды ханы болмаса. Кенесары Наурызбай қол басында болмаса. Халық есі хандарды қалай айтсам мін барма, шегірткеге таланған қырғауылда жын барма. Жапалақтан сескенген жалғыз қазда үн барма, хандарынан айрылған Қарашада сын барма. Қайран есіл ерлерді енді бір көрер күн барма, ақ ауызды жүгіртіп, кенекеңді тірілтіп, Наурызбай келер күн барма.